Қара зере майының пайдасы: иммунитетті күшейтеді. Қара зере майы ежелден барлық ауруларға шипа деп танылған. Оның құрамындағы негізгі белсенді зат ағзадағы бос радикалдарды жоя отырып жасушалардың қорғаныш қабілетін арттырады. Египет ғалымдары жүргізген зерттеуде қара зере майын күнделікті қолданған адамда аққан жасушаларының белсенділігі артқаны байқалған. Бұл май аллергиялық реакцияларға қарсы көмектеседі, себебі ол гистамин өндірісін төмендетеді. Ас қорыту жүйесіне пайдасы: қара зере майының антибактериалды және қабынуға қарсы қасиеттері асқазан мен ішектің саулығына оң әсер етеді. Ол ішек флорасын қалпына келтіріп, зиянды бактериялардың көбеюін тежейді. Сонымен қатар іш өтудің, іш кебудің, газдың алдын алады. Аюрведа және ислам медицинасында бұл май ішкі ағзаларды тазартушы ретінде кеңінен қолданылған. Ирандық ғалымдар 2011 жылы қара зерені тұрақты тұтынған адамдарда асқазан жараларының тез жазылғанын тіркеген. Қан қысымы және қантты төмендетеді. Қара зере майы жүрек қан-тамыр жүйесіне өте пайдалы. Ол қан тамырларын кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Ол өз кезегінде гипертонияны күресуге көмектеседі. Сондай-ақ қара зере майы инсулин сезімталдығын арттырып, қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Сауд Арабиясында 2008 жылы жүргізілген зерттеуде 2 айлық тәжірибеде қан қысымының 10-15 бірлік төмендегенін көрсеткен. Сонымен қатар қандағы глюкоза деңгейі айтарлықтай азайған. Ал сіз қара зере майын тұтынып көрдіңіз бе? Төменге жаза кетіңіздер. Егер ақпаратымызды пайдалы болды деп ойласаңыздар, артаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.